Достар, мен сіздермен бүгін бір жаңалықпен бөліскім келеді. Әдетте ғаламторда неше түрлі тауарларды бізге жарнамалайды. Қарап тұрсаңыз, барлығы да керемет. Ал шын мәнінде ол рас па, жоқ па? Оны қазір біз сізбен бірге анықтайтын боламыз. Мінекей менің қолымда Ультра деп аталатын диск. Бұл Greenway компаниясының өнімі. Қазір сіздердің көз алдарыңызда ашамыз. Бұны ғаламтордан мен әдейі арнайы тапсырыспен алған болатынмын. Мынандай дөңгелек дүние диск, және де бұл сыртында жазылған инвольвер деп аталатын инновациялық жіптен жасалған сондай керемет дүние екен. Яғни бұл кез келген дақты кетіреді. Үстелдің үстінде егер балаларыңыз ойнап жүріп сурет салып кеткен болса, жайменен ғана сүртсеңіз кетеді делінген. Енді кез келген дақты кетіреді, сонымен қатар аяқ киімге, әсіресе адам жүрген кезде, аяқ бір-біріне тірелген кезде бізде дақтар пайда болады. Соны қазір бірге тексеретін боламыз. Әйелім жоқ кезде мен әйелімнің аяқ киімін тазалап қоюды ұйғардым. Міне, көрдіңіздер, бұл әдейі жүрген кезде, бұл адам жүрген кезде түскен дақтар. Сонда менің әйелімнің жүрген кезде бір аяғына тие беретін болып тұр ғой. Енді осыны тексереміз. Яғни ешқандай зиян келтірмейді, табиғи өнім, химиялық қоспалары жоқ, жай ғана сүртсеңіз кетіреді деген. Ең әуелі бұны құрғақ сүртіп көреміз. Сүртеміз, жақсылап сүртеміз, қолымыз ауырғанша сүртеміз. Көрдіңіздер, ешқандай нәтиже жоқ, кетпеді. Ендеше сулап көрейік. Олай да жасауға болады. Ақырын ғана суға батырамыз және дақты көз алдарыңызда сүртеміз. Ақалай, сүф! Ақалай, сүф! Ақалай. Ақалайдың да көріп тұрғандай, өздеріңіз көріп тұрғандай, ақалайдың да, мақалайдың да ешқандай пайдасы жоқ. Мына дақтардың, мына жердегі миллион дақтың ең болмаса бір кішкентай түйірде кеткен жоқ. Сондықтан біз не істейміз? Бұндай дүниелерге, бұндай өнімдерге бостан-босқа ақшаларыңызды құртпаңыздар деп қоқысқа лақтырамыз. Сонымен, достар, ғаламторда не болса соны жарнамалайды, кез келген жарнамаға сене бермеңіздер. Ал келесі бағдарламада ғаламтордағы сатылатын сағаттардың сапасын сізбен бірге анықтайтын боламыз. Саламатта болыңыздар. Так, былай істеген болатынмын. Кететін түрі жоқ. Кеңнің аузына сен. Өтіріп қылма. Дұрыс жазылған. Мүмкін суас шығар. Тағы да көрейін. Сүртеміз. Кетпейді. Короче, жігіттер, бұның бәрі